Assalamu alaikum жамаат. Сіздер мен Корея Малмат досты, атым Данияр. Бүгін бізде New Race бар. 2019. Екі объем газ, 186 пробег менен. Не битый, не крашеный. Полный. Без ДТП. 2019. 186 пробег. Комплектация Modon. Свет, мокрый асфальт. Машинаны жуған жоқ, шум тұруш менше келген, шум сатып отырмыз. Бұл не такси, каршеринг емес, частниктің машиналары. Шум өшіп кетелі, құда қаласа. Тұруш тұрпат ұшыл. Так. Мұна жерлерінде пластмассада мәтиналары бар екен. Ешесі қалған емес, полировкада қалған емес біз, құда қаласа. Тартып баштайлы фаралары, туманниктері. Дискасы шо заводка дискадар келген. Поворотника бар. Бесключовый доступ бар. Жылы 2019. Винко чаттоластар 55-67-31. Машиналар біздетіне керек болды. Электросидениясы менен. Голосовое управление бар. 186-118 пробег менен. Монитор қара, Apple CarPlay атан монитордан старт-стоп бар. Абдус подогрев, шоферда подогрев, пассажирда 9 зона климат-контроль. Камера ви экоактив шундай. Иштери. Кыскасы мындай машинаныкы обычный эле частниктин машинасы. Биз жүргүзүп эле текшерип коелу коробкаларын. Чек балған жаңған жер жоқ. Қара монитор алсаңыздар жақсы USB менен. iPhone телефон болса любой iPhone уланады. Тепкен жерлері жоқ машинаның. Тахометр ұстаған жер жоқ. Шундай. Өшірелігі. Өшіріп алып, ішті баштайлы. Арқасына келсек. Ковролин іштері. Шундай туаныр. Белгілі перекрутитель бар арқасында. Екі объем газда. Обычный Юрайфта баяғындай. Стопниктердағы LED есімен. Екі объем газ. Бұл жақтардағы таза бойынша. Бұның бағасы біраз бізге қымбатырақ келген. Есте бұяқтан кетпесе, Қырғызстанға апарып салауыз деп алған лек. Шын сартып қойыр елі. Іштері таза бойынша. Бұлар полировкамен кетеді бардығы. Мол жерлері келтіріш керек. Пластмассада. Бұл жағы просто сиденье менен. Бұл әме машинаның көрініш тұрпаты болды. Если дишка шықсаңыздар, бағанда талшымен ұрып береміз. Әме реально машина Texas аясына керейлі. Айтып қойшы керек, бұл жерде дағы. Қырған жер бар екен, бұны жасап краска алыш керек болып қалады екен. Бізге шuna келген болын баштадық әлі. Бисмилла десек, диск тырнақ елешпейді, колодкалар пока жақшы екен. Екінші жағына келсек, бұл колодкалары жаңа ойыншы екен. Дисқа қолға елешпейді, изношыныз жоқ. Шүкірка тиіп майлары күшіп қалғанымыз машинаны. Өтерлі қиын ойнаған емес. Балонның ұрыдағы рабочий 80% екен. Түй вилкаларына келсек, бұл вилкалы стикермен. Әрбір түйік вилкада стикермен тұрады. Ходовкалары, заводская метка. Амансат шешпеп тұр. Шоққа чейін алмашқан емес. Бұл машина закрытый помещение тұрған, если Кореяда ашық тұрған болса, бұл машина түрлері заңдап кетеді. Кейінгі мәселесіне келеміз, құда қаласа. Капот ашық моторын көрсетеміз, анан жүргізіп көрсетеміз. Бесключовойын айттық. Кеме. Ешбір жері бұрал алмыз. Чашка, ортада ровно пока, ходовка. Езіліп, чашкаға да күш келтіріп, ескен емес. Бүт келметтер жайында, бұл жақтарда шындай. Дайга айтып кетер, бұл машинаны жудырған емеспіз.
Her bir жерinde ошондой вилканын үстүндө стикер турат. Көрсөңүздөр керек. Кагаз чапталып. Суу буга түшкөн болсо, жамгалар айдалып кеткен болсо, башка болсо түшүп калат, эзилип эле түшүп калат. Патрубкаларда пока хамытта метка бар. Мотордон чыккан жагы. Бул жагында да метка бар. Термодатчикте метка бар. Бардыгы жакшы. Моторда утечка, головкаларына койгон жерлер жок. Анан бул жакта коллектор дачниктери. Жакшы оюнча. Эми машинаны жүргүзөлү. Жүргүзүп рулду бурайлы. Анан передний ходовканы көрсөтөлү. Газ келдин. Бул дагы дозорный климат контроль бар иштейт. Бул жагда иштейт. Ушундай туугандар. Капотту көрө берели, биз ачып под капотту. Көрсөк. Мотордун жүрүштөрүндө лишний шум жок. Шаракка чыгып опоздание жок, зажиганияда. Ушундай. Бардыгы ровно. Бунун починки өлгөн эмес. Бунуга термостаттыкы дагы, генератордукы дагы, башкасыныкы дагы полный өчкөн эмес. Жүрүш турушу жакшы боюнча. Мотордун үнүн жакшылап угуп аласыздар. Любой жагынан гидравликаны бир көрүп коебуз. Заказ бурсаң гың деп келе баштаганда неме болуп калчу эле. Ичине сальниктер отура баштаганда. Кылдаган нерсеси жок. Муну өчүрөлү дагы. Ходовкасын көрсөтөлү иншалла. Ушу кара монитор. Обычный эле безеге. Apple CarPlay коюп койсоңуздар деле болот. Жакшы. Биз ошол Nevermap деп ошону алып жүрөбүз постоянно. Айтып коеюн, круиз жок буда, круиз жок туугандар. Бир жагы электрический, ушу подогрев обдувтар менен. Бир жагына бир жак подогревтер менен. Айта кетели кийин эме болгондо, эме болбосун. Баллондор ушул чисто рабочий баллондор. Эми жаңы деп айта албайбыз, бирок муну чечтер кете эле экен, пока бар 80-90% чейин бар экен да. Ходовкасына келсек, туугандар, ушул стикер бардыгына турат. Даже гранатада стикер болот, ал уже супу тип кичине кирей кете баштаптыр. Ходовкалар боштоп, үйлөрүн боштоңуздар болот. Утечка жок. Бул жагын көрсөк болот. Боштоңуздар мынакей. Туугандар, бул жактарда бар. Бул дагы Пока неме жакшы айтаптыр, негизи бир кол айтаптыр. Бир наконечникте метка бар экен, бирок алмашпаган чото билинбей калыптыр. Түй жагына келсек, түй жактары дагы урулуп берген жери жок. Буда кардан жок болгон үчүн. Немесе аркасы эми Audi сыяктуу эле аар 2 года болгон үчүн ушул туруштуруп аты. Анан экинчи маселе кол кирет десек, ушу көп корейский машинада мына 4 эли кирет да. Көп машиналарда 4 эли. Стойкага. Анан бул дале ушундай болсо, почти буга 4 эли кирет экен. Бир аз 1 минуттун разница болуп атты көп машиналарда. Бирок ходовкасы да жакшы оюнча. Объем газ. Кимге керек болсо айтсаңыздар болот, кудай кааласа. Кыргызстанга жакшы машина кете берсин. Ар ким өзү тандап алат. Подключ жазып коебуз. Канча болот, эмне болот. Анан ошого туура келсе аласыздар. Пока машина наличии. Бизде турат. Бир сыра поверхка бересиздер. Только айдаш керек. Ушундай.